ал армысына сұлутым, қай күнде бір жалпы болжамда бейнемде мынандай ағымда мынандай бір ақпарат келді да, дуа жасалған күйеулеріне, и ол күйеулері тазаланып, енді әйелдер тазалаған шығар, құдай білсін, болмаса жаңағы үй ішімен сол отбасын сақтап қалсын деп енелер көмектескен шығар, қайдам енді білмеймін, бір құдайдың рахым нұры түсіп сөйтіп тазаланып күйеулері сол жаңағыдай бөтен ашынадан ажырап әйеліне қайтып қосылып деген бір ағым келді есімде. Соған бір келіншек жазыпты, күйеуімді қарап бер, анау мынау. Сонымен жаңағыда бір ағымда сондай бір не ақпарат келді, таро расклад, таро болжамда. Сонымен ойлана келіп, өзім басымда да бар, екі қабат мен қызымның әкесі басқа әйелмен кетіп қалған, ондай бес саусақты жақсы білем. Мен мына нәрсені айтайын, мен қазір еркектерді ақтап, ашыналарды жамандап, болмаса жаңағыдай бәйбішелерін ақтап, мен қазір ешкімді ақтап та, мен ешкімді де бір бүйтіп адвокат сияқты болғым келмейді ешкімге. Мен мына нәрсені айтамын, егер күйеулеріңіз, сіздердің заңды күйеулеріңіз сізді жақсы көретін болса, сіз ойлайсыз ғой, бұл тана көзін сүзбесе, бұқа жібін еспейді, егер сіздің күйеулеріңіз, сіздің жекеменшік, сіздің жаңағыдай жан күйеулеріңіз, құдай қосқан қосағарларыңыз сізді махаббатпен, ғашықтықпен сізге үйленген болса, атасын басына ол басқа қатынмен жатыр, ол бір. Екіншіден, дуа қашан жасалынады? Әшейін ол қатын барады да біреудің кафеде, анау әпкем айтып еді, Ақтауда қиын екен, бір кафеде отырсам, бір жерде отырсам, бүйтіп жездеңе бүйтіп қарап отыр, қатындар немене бәле, ұялмай ма деп, бұзылып кеткен деп. Сөйтіп қарағаннан ол еркекке дуа жүрмейді. Қашан еркекке басына дуа қонады? Қашан қатын әйелдің басына дуа қонады? Қашан ол екеуі бүйтіп қосылғанда, интим жаңағыдай сегіз дейді ғой, енді интим болғанда екеуі сігіскенде сол кезде дуа қосылады. Сонда енді өздеріңіз енді ал күйеулеріңіз ақтап шығарыңыз, менің күйеуімнің басына дуа, анау қатын жазалансын. Бірінші күйеулеріңіз жазаланады, өйткені ол отбасылық заңды бұзды. Ол өзінің бәйбішесіне, өзінің заңды келіншегін ол опасыздық жасады. Ол қандай хақысы бар еді басқа қатынға қарауға? Екіншіден, ол өзін енді отбасын бұзған, ол ашынасы да жазасын алады.